Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін салат жасаймыз. Бізге керек заттар: қызылша, жұмыртқа, сәбіз, картоп және орташа бір пияз керек. Көкөнісіміз бен жұмыртқаны алдын ала қайнатып аламыз. Сосын оларды кубиктеп турасаңыздар да болады. Әйтпесе осындай менде майсер-дайсердің теркасы, осылай жасасаңыздар да болады. Пиязымызды алып, видеодағыдай майда қылып тураймыз, кубиктеп. Егер сізге пияз ұнамаса, осылай пияз салмай-ақ майонезбен, қаймақпен араластырып жей берсеңіз болады. Ал пияз ұнайтын болса, онда пиязды осылай жасасаңыз болады. Енді біз қызып тұрған табаға 2-3 ас қасық қана май құйып, оның үстіне біз пиязымызды салып, қып-қызыл болғанша жақсылап отырып араластырамыз. Неге біздің пиязымыз қызарды. Дайын болған пиязымызды салатымыздың үстіне салып, оның үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Неге біздің салатымыз дайын. Тәрелкелерге салып ұсынамыз. Салат өте дәмді болып шығады. Тура осылай жасайтын болсаңыздар, балаларыңызға, жақындарыңызға жасап берсеңіздер болады. Иммунитеттерін көтереді. Өте пайдалы салат және тез дайындалады. Осылай үстіне укроп, көк пияз салып ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.